Ал достар, міне ассалаумағалейкум. Міне фундамент блоктарын салып жатырмыз. Бүгінгі жұмыс дәл осылай. Онда 10 міне.
Елім дегендер қамын жегендер, адал өрендер, намысы қайнағандар, ел үшін ар үшін қайратын қайрағандар, қазақтың бағы үшін. Сақтан алашым иманың жиғанын байқа аңғалым, жат қылар жанашырды, дос қылар жаманды, әзәзіл аярлар бар айырар араңды. Үшін барында сатқандар, тою үшінде тонында арын сатқан, құлданған санасы, ел мен жер бізге аманат, алаштың баласы. Рухың кешегі қайда, қазағым қайда барасың, мұңым сен жатсам тұрсам жанымның ардағы, бауырлық бірлігінде бағыңның орнауы. Сенім бер алсам деп едім, шемен шеріңе дәруің болсам деп ем. Қуатты қуатты шыңыңа қонса ерлер, қырандай мұратты. Күндер өтер, жылдар жетеді, бәрі кетеді, жалынды жырым қалар, жаныңды тербеген, алдаспан айбарлы жыр жауыңа сермеген. Асыл елім сүйеніш асқарым, қайсар қалпыңнан айныма мұнарта бер, айбарлы асқағым жауыңа мұңарта бер, серпілсін аспаның, серпіліп көк аспаның, сергісін санасы. Ел мен жер бізге аманат, алаштың баласы. Ел мен жер бізге аманат, алаштың баласы. Бүгін міне Алланың қалауымен Новолин ауылында үлкен қуаныш мереке болып жатыр. Бәрі қайырлы құтты болсын. Біріншіден Алланың қалауымен, Алланың оңдауымен, мұсылман жамағатының қолдауымен, ауылдың ынтымақ бірлігінің арқасында мінекей жақсы бір нәтижеге жетіп жатсыздар. Алла тағала бәрі қайырлы құтты болсын. Пайғамбарымызда жеткен хадистердің бірінде кімдігін құстың ұясындай болса да мешіт салатын болса, Алла тағала оған жәннаттан бір орын дайындайды деген екен. Ендеше мінекей сол жәннатқа баршаңызға лайықсыздар. Алла тағала сол тілеулеріңізді берсін деп. Ендеше ортаға мен құттықтау сөзге айту үшін міне боранға қарамай бір ең қызық жайтты айтып отыр. Былтыр 2022 жылы 23-тің басында жаңа жылдан 2 күн өткеннен кейін Қостомар ауылында мешіт ашылған болатын, дәл осындай боранды күні. Енді жаңа жылға 2 күн қалғанда Новолин ауылында мешіт ашылып жатыр. Бұның өзі біздің елдің, халықтың жақсылыққа бір қадам бастауының бір белгісі деп ойлаймыз. Азаны бар ауыл ешқашан да азбайды. Ендеше құтты болсын. Ортағы облысымыздан келіп отырған облыстық мешіттің бас имамы Бақытбек Қажы Нұрғабылұлына сөз береміз. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve kafa. Summa salatu ve selamu ala rasulihil Mustafa. Thumma amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmatullahi ta'ala ve barakatuh. Аса қамқор, ерекше мейірімді Алла Тағаланың атымен бастаймын. Құрметті қадірлі ағайын, кезінде азанымыз ақырын, жаназамыз жасырын шығарып, Құдай деп айту өте бір қауіпті, өлім жазасына дейін алып баратындай бір қиын бір сәтте Алла Тағала қазақ еліне қаншама жыл өтсе де осы бабаларымыздың көз жасының арқасында қаншама төңкеріліс 1986 жылы басталған 4-5 жыл қақтығыстан кейін Алла Тағала қазақ еліне сондай бір еркіндік. Алла Тағаланың өзі жалпы біреудің, бір адамның келесі бір адамға құл болуын жақсы көрмейді. Бір-екі Құраннан мысал берейін. Мысалы, ерлі-зайыптылардың арасында күйеуі өзінің әйелінің сол жаңағы тәнін өзіне мәңгі бақи арам болған шешесіне, болмаса апасына, қарындасына ұқсатып қойса, оны арабша зихар деп айтады. Ұқсатып қоятын болса, сол Алла Тағала бұйырады. Сол кісі әйеліне жақындамасын дейді. Қай уақытқа дейін? Бір құл азат етпейінше. Бір құл азат етпейінше әйеліне жоламасын. Неге? Өйткені өзіне адал болған әйелінің денесін өзіне мәңгі бақи үйленуге болмайды ғой. Мысалы, өзінің шешесіне үйленбейді ғой. Жас келіншектерге мотивация болатын бір жақсы сөз айтты. Әр бала туған сайын 3 жылға жасарады дейді. Мен еркектерге мотивация бергім келіп отыр. Пайғамбар жолын қуған сайын 3 жылға сіздер де жасарасыздар. Сондықтан пайғамбардың жолын қуып, осы мешітке келіп, немере шөберелеріңізді, балаларыңызды әкеліп, осы мешіт қарапайым жамағаттың, мінекей осы мұсылман ағайын бауырлардың бірлік ынтығымен салынды. Бірақ мына жерде көзге көріне бермейтін үлкен демеушілердің де өзіндік септігі бар, өзіндік рөлі бар. Мінекей сондықтан да қазақ айтады, тон жағасыз, ел ағасыз болмайды дейді. Енді келесі тілекке сөз кезегін, құттықтау сөз. Мінекей осы мешітке өзіндік үлесін қосып, үлкен мұрындық болған ағаларымыздың бірі Бақберген Қасымұлы, сізге бір-екі сөз айтып жүріңіз. Ал құрметті жамағат, құрметті мынау Бақбек қажы, сізді ортаға шақырамыз. Және де осы ауылдың үлкен күйеуі аруанасы Күлжамал әжеміз шақырамыз. Мінекей сіздер екеуіңіз. Енді аттан сүрінсек те современный салттан сүрінбейік. Лентасын қия. Келіңіз, ал. Ал апа, Bismillahirrahmanirrahim. Elimiz zaman, o imanımız kamil olsun. Amin. Allahu Akbar. Құтты болсын. немерелерге алып қан қойды. Бер қой. Кімге жетпей қалды? مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات. Bismillahirrahmanirrahim.
Осы оқылған Құран-ы Кәрімнен болған сауапты әуелі ардақты пайғамбарымыз Хазіреті Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассаламның рух шарифіне, атамыз Адам, анамыз Хауа ананың, бүкіл пайғамбарлар, сахабалар, әулие, әнбиелердің, артында Құран оқытатын ешкіміз жоқ, жетім жесір кембағалдардың, осы елді мекенде елдің шамаменен ағасы ардақты ақсақалы болған елдің, ауылдың атын Елен атамызға беруді ұсынып, осы өзінің нәтижесіне жетуіне Алла нәсіп етсін деймін.